Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Үшінші дәрісіміз жалғастырамыз. Харакат тақырыбы сол алдыңғы дәрістің жалғасы. Тә әрпі, жіңішке әріп, барлығы жіңішке оқылады. Тә, ти, ту. Тә, ти, ту. Тә, ти, ту. Мәт. Алдыңғы дәрістерде сукунды не екенін түсіндіруге ұмытып кетіппін. Осы жерде түсіндіріп кетейін. Мәт тә әрпі сукунды болып келіп тұр. Яғни сукунды болған кезде әріптің өзі дыбысталады. Мәт тә әрпінің өзінің дыбысы шығып тұр. Дыбысталады. Яғни кез келген әріптің үстіне сукун белгісі қойылса, әріптің өзі дыбысталады. Ешқандай дыбыс қосылмайды. Мәт, яғни сукун дегеніміз, дөңгелек белгі, сукун дегеніміз, егер әріптің үстіне сукун белгісі қойылса, әріптің өзі оқылады. Сукун дегеніміз қысқаша осы. Оп-оңай, барлық әріптің үстіне қойылған кезде әріптің өзі оқылады. Мәт, мит, мут, тәмәр, тәрир, зур тә, әмәрти, мәрарту, умирту, әмәр, әмәрат, әмәртум, умиртум, мәрартум, муриртум. Нун әрпі жіңішке әріп, барлығы жіңішке оқылады. Нә, ни, ну. Ән, ин, зин, мән, мин, нәм, әнтә, нимтә, әнтум, нимтум, нәзиру, нәзину, әмәрнә, умирнә, мәрарнә, мурирнә, әмрарнә. Я әрпі жіңішке әріп, жіңішке оқылады барлығы. Я, и, ю. Я, и, ю. Яғни, мына жерде тек сәл ерекшелігі бар. Екі и кездескен кезде, екі я және кәсіра, екі и. Бір жерде келген кезде, бірінен кейін бірі и деп дыбысталады. Яғни, я әрпі тілдің артқы жағы таңдайдың артқы жағына жақындау арқылы шығады. Сондықтан бұл жерде тілдің артқы жағын таңдайдың артқы жағына жылдам резкі таңдайға артқа тарту арқылы шығарамыз. Бірақ созбаймыз. Тілдің артқы жағын таңдайдың артқы жағына апарған кезде резкі осы дыбыс шығады. Бірақ созбаймыз. Болды. Деп созбаймыз. Жылдам істеген кезде шығады. Я, и, ю. Кішкене жаттықсаңыз, иншалла, үйреніп кетесіз. Әй, му, сәй, ту, мәй, ту, ро, ю, ром, ю, ямән, мәрям, мәйсәр, мәймән, әймән,
أمرين زيتين أيمين ميتين. Келесі бә әрпі жіңішке әріп, сондықтан барлығы жіңішке оқылады. Бә, би, бу ерін арқылы оқылады. Ерінен шығатын әріп бә, мим сияқты. Бә, би, бу. Әбі, бұл иншалла бұл ережеге келеміз. Қалқала деген ереже бар. Егер кейбір бес әріп бар, сол бес әріп сукунды болған кезде тербеліп оқылады. Негізі әб болу керек еді ғой, бірақ әбі бә әріпі тербеліп оқылып тұр сукунды болған кезде. Бұл мұғалім сәйненің бір ерекшелігі. Бұл жерде көбінесе ережеге емес, оқуға кішкене оқып, алғашқы шәкіртті, енді бастап жатқан шәкіртті кішкене оқып, оқу арқылы, бірінші практика, кішкене оқу арқылы үйретіледі. Сондықтан көп жерде ережеге бір кейбір түсінбей жатқан нәрсеңізге тоқтамай-ақ қойыңыз, ары қарай оқып жалғастыра беріңіз. Бұл кітаптың мақсатының бірі сол. Сіз оқып кете беру керексіз. Иншалла сары тәжвидке келген кезде сары тәжвид дәрістері бар. Парақшамнан қарасаңыздар, сол жерде ережелер айтылған. Бірақ мұғалім сәниді осы кітапшаны бір өтіп шыққаныңыз жақсы, дұрыс. Әбі, ибну, бинту, бәйту, бәйну, ройбу, зәйнәб, бәр, бәйром, әбром, минбәр, بأمرين ببيتين منبرين زينبين. Каф әріпі жіңішке еліп ұсталады. Кә, ки, ку. Кәм, кум, кун, кәй, бәкуру, мәкру, кәрму, кәнсу, тәрку, кәтәбә, яктубу, тәрәкә, ятруку, кәтәбтум, әмәрәкә, әмәрәткә, kuntu mumkin. Ләм әрпі жіңішке әріп, барлығы жіңішке оқылады. Лә, ли, лу. Әл, бәл, ләм, лум, лән, кил, нәзәлә, нәзимә, كامل أنزل ألزم أكمل أكلت أكلنا أكلت 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 أكلتم بل يلم لي يلم لم تزلزل يتزلزل متزلزل. Кішкене жылдам оқып қойып жатырмын, кешірерсіздер.